Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Бүгін соттан шықтық. Бүгін біз сотқа ДТП бойынша мен айыпталушы болып келгем. Соттың қаулысы шықты. Өткенде ДТП болған. 610 баппен шапағаттың алдында жаңағы бағдаршамның қызыл түсінен өтіп кеткен болатынмын. 10 жыл көлік айдап рейдтік шараларға қатысып ДПС қызметкерлерімен жаңағы жол ережесін сақтап жүріңіздер деп байқаусызда өзімізде тас пен көздің арасында қызылдан өтіп кетіп байқамай дополнительныйды мен негізі не деп ойлап қалғам ғой, жаңағы жасыл свет жанып тұр деп. Сонымен сот болды, қаулы шықты. Айыппұл салды бізге 48.300 теңге. Ол бапта негізі көзделген жүргізгіш куәліктен 6 айға айырылуға немесе жаңағы 610 баппен 20 айлық есеп көрсеткішіне сондай айыппұл көзделген. Қазір бізге айыппұл салды енді. Бәрі ойдағыдай. Енді жол ережесін сақтап жүретін боламыз.